Жақсыдар, сендердің бөлмелеріңе жададан бейшара жетіме келді. Танысып қойыңдар. Короче, сенің үйің енді осы жер. Бұзықшылық жасасаң, қашуға әрекет жасасаң, және ең бастысы менің айтқанымды тыңдамасаң, менің заңыма сай жазаланасың. Бұл жерде ең жақын адам мен болам. Өйткені сендердің шешелерің сияқты сендерді тастап кеткен жоқпын. Соған қуаныңдар. Менің мамам тастап кеткен жоқ. Маған қарсы сөйлемей жетімек. Анаң өлген, бірақ бәрібір сені тастап кеткен, ұқтың ба? Үніңді өшірді, орныңа жайгаса бер. Тез жатыңдар. Түнімен ыңырсып жылап жата бермей. Қорқпа, мен де сен сияқты өмірді басымнан өткізіп жатырмын. Есімім Айнұр, менікі Жанар. Таныс болсаң орныңа жат, ұйықтайық. Мән берме оған. Әлі-ақ үйреніп кетесің. 2-3 күн қиын болады, бірақ амал жоқ, біз үйрендік. Мен қатты қорқып жатырмын, мына жер өте қорқынышты, мен қорқамын. Мен де қорқтым, мынау да қорқты. Бәріміз келгенде қорқамыз. Бірақ амал жоқ, басқа барар жеріміз де жоқ қой. Мына қыздың есімі кім? Менің атым жоқ, туылғаннан осы жердемін. Маған ешкім ат қоймаған, ат қоятын ата-анамда болмаған. Кешірші. Енді жатып ұйықтайтын шығармыз. Бізге шынымен де ұйықтау керек. Таңда ерте тұрғызады бізді. Жарайды, қайырлы түн, мен кеттім. Қайырлы түн. Қане, таң атып тұрыңдар. Не сендерді таң азаннан ұрып соғып ояту керек па? Қайырлы таң. Қайырлы? Маған қайырлы шығар, ал сендерге ешқандай да қайырлы емес. Бүгін сендер пол жуып шаң сүртесіңдер. Ал анау соқырларың қайда? Ол жаңа тұрды, киініп жатыр. Киініп жатыр? Сен неге сонша жаймен қимылдай бересің? Әлде ұйқың қалмады ма? Бірақ бәрібір көзің көрмейді ғой, күнімен ұйықтап жүре бересің. Тез бол! Апай, сіз неге ақылдай бересіз? Қара көзге қиын ғой. Ей, сен тірің шығайын деген ба? Бүгін бақтарыңа орай көңіл күйім өте жақсы. Тағы бұл қара көз емес, соқыр көз. Тез болыңдар, бүгін барлық бөлмелерді тазалайсыңдар. Қырқөз сені бәрі дұрыс па? Тез жұмсаңдар, таңғы швабрамен жасайтын жаттығуға кірісіңдер. Сен әлі болмағансың ба? Апай оған тисе бермекші, оның жұмысын мен өзім істей саламын. Сен не, герой болайын дедің ба? Бұл жерде менің айтқаным болады. Бірақ өзің қалған екенсің. Сен бір апта бір өзің бәрі қажетханаларды жуасың. Істемесең, әлде менің көңілімдегідей жасамасаң, сол күні тамақсыз қаласың. Түсіндің ба? Бірақ, апай, бір өзіңе қиын ғой. Сен геройсың ғой, көрейік қаншалықты герой екеніңді. Апай, олай жасамаңызшы. Сен сөйлеме, тез дуал жағала да асханаға бар. Тамағыңды тез ішіп алып, көмектесуге бар. Түсіндің бе? Я, бұл біздің қанша жылдан бері жеп жүрген тамағымыз. Бірақ аш қалмаудың амалы ғой. Бұл жерде саған ресторан тамақтарын ұсынбайды. Ал анау қыздың есімі кім? Бұл қара көз. Не ол қыздың көзі көрмейді ме? Я, ол мен танығалы бері көзі дұрыс көрмейді. Не ол емдеуге болмайды ма? Емдеуге болады, бірақ оны кім емдейді? Неге емдеуге болатын болса, бұл жердегі адамдар дәрігерге хабарласпайды. Мынандай тамақ бар жерден қандай дәрігер күтесің? Айтпақшы, сен оның қайдан білесің? Мен бұл жерде туылғаннан бері бармын. Қателеспесем, оның еміне ақша да көрінген, бірақ оны директор жеп қойған. Ал оны қайдан білесің? Аз білесің, көп ұйықтайсың, одан да тамағыңды жей. Анамыз тамақ тұлға ғой? Мән берме оған. Қазір көмектессең, апайдан бәлеге қаласың. Қалай бәле болады? Бұлай болмайды. Кел көмектесейін. Жоқ, керек жоқ. Қазір апай саған айқайлап береді. Өзім жинап алармын. Жоқ, кел көмектесейін. Менің есімім Жанар, ал сенің ше? Жанар, әдемі есім екен. Менің есімім Қарагөз. Танысқаныма қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Қазір күтіп тұр. Міне, сенің тамағың төгіліп қалды ғой, екеуміз бірге бөлісіп жейік. Рас па? Я, әрине. Рахмет, Жанар. Робин Гуд, тамақтанатын уақыт бітті, бөлмеге бар. Сонда бізге тамақтанатын уақытта жеп келе ма? Я, тезірек бөлмеге барыңдар. Қазір апай келіп қалса, тағы да бір нәрсе шығарады. Жарайды. Ал қызым кел. Ой, менің қызғалдағым. Қалай денсаулығың қалай? Жақсы. Қарның ашып жүрген жоқ па қызым? Жоқ, папа аш емес қой. Ай, жан тамақтанып жүр.
Сырттағы апайын танисың ғой, иә? Иә, танимын. Сол апайын маған шақырып бере қойшы, қызым, ма? Аха, жарайды. Я, кез келген уақытта келе беріңіз. Ақшалай болса да алып келе беріңіз. Өзіміз сатып алып, балаларға бере береміз. Жарайды. Айжан, бұнда не істеп тұрсың? Апай жаңа сізді әкем шақырып жатқан еді. Болды, қазір барам. Қыздар, тоқтаңдаршы. Сен кімсің? Айжан, сен бе бұл? Иә, Қарагөз, сенімен сөйлесем деген едім. Жоқ, Айжан, мен ұйқым келіп тұр. Мен жатып демалайын. Тоқташы. Иә, мен сені жақсы түсінемін. Мен сенің қастарыма өмірі келсем, сен жылап немесе мұңайып жүресің. Мен сенің даже соңғы күлгеніңді де білмеймін. Айжан, сен осы сөздеріңмен Қаракөзге дем бергің келіп тұрғанын мен жақсы түсінемін. Бірақ қазір Қаракөзге демалу қажет. Қарагөз, сен тек күліп жүрші. Бұның барлығы уақытша, мен сендерге көмектесуге тырысамын. Айжан, бұл жерден кет. Мен сендерге көмектесіп келедім. Сен бізді түсінбейсің. Мен сендерді жақсы түсінемін. Айтшы, қалай? Сен күнде Татьюхның ананың тәтті даусынан оянасың. Ал біз тәрбиешінің ащы даусынан оянамыз. Сен күнде қалаған тамақтарыңды ішесің. Ал біз болсақ, қатқан нан мен тұзсыз тамақ ішеміз. Және сен керемет жерлерде өткізесің демалысыңды анаңның алдында. Біз болсақ, ауасыздар, төрт қабырғада демалысымызды өткіземіз. Және сен осындай керемет жағдаймен бізді түсінеміз деп тұрсың ба? Жанар, Қаракөзді алып кет. Ал сен болсаң өзіңнің алдында. Сәлеметсіз бе? Шақырған екенсіз? Сәлем, отыр жайғыз. Бүгін қуанышты екенсіз ғой? Иә, қуаныштым. Өйткені сенің маған айтқан жоспарларың көңілімнен шығып орындалып жатыр. Қай жоспарды айтып жатырсыз? Біздің еден жуушыларды жұмыстан шығарып жүріп, орнына мына 7 мектепті істетіп қойған жоқпыз ба? Ол жоспар орындалатын еще басында белгілі болған еді. Сіз үшін мен де өте қуаныштымын. Сол сенің еңбегіңді бағалап, арнайы премия. Рахмет. Барлығы сіздің абыройыңыз үшін ғой. Санамай-ақ қой, онда түгел. Саған өзім хабарласам, әзірге болсын. Әрине. Сымбат, біз қашанға дейін бұлай жүреміз? Дұрыс, біздің де басқа балалар сияқты ата-аналарымыз жоқ. Бірақ жоқ деп осыншама құрылағаны артық қой. Мен сонымен не айтқым келіп тұр. Мен де басқа балалар сияқты еркіндікте өмір сүргім келеді. Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Сені айтқым келіп тұрғаным сонда. Мен бұл жерден қашым келеді. Егер менімен бірге кеткілерің келсе, жүріңдер бірге кетейік мына тозақтан. Балжан, не айтып тұрсың? Қайқа барасың? Ойландың ба соны? Қыздар, ешқайда кетпейді. Сен кетпейтін шығарсың, бірақ мен кетемін, мен шыдай алмаймын. Балжан, олай жасама, онсыз да қиын өмірімізді одан әрі қиындатасың. Балжан, егер сен шынымен солай шешім қабылдасаң, мен сенімен барамын. Қыздар, олай жасамайсыңдар. Менде бәрімізге ғана жоспар бар сияқты. Қандай? Біз емес, бізді қинап жүрген директорға басқа өмірді, басқа әлемді көрсетейік. Қалай сонда? Жоспар былай. Қаракөз, мына киімің өзіңе әдемі жарасады екен. Жарасатын шығар, бірақ мен оны бәрібір көрмеймін. Қаракөз, олай демеші. Сен әлі-ақ жазылып кетесің. Біз саған көмектесеміз. Көмектесеміз? Қалай көмектесесіңдер? Сендер әрдайым мен жанында жетектеп жүресіңдер ма? Қаракөз, тынышталшы, барлығы дұрыс, олай деме. Қаракөз, не болды саған? Неге жылап отырсың? Менің атым неге жоқ екенін білесіңдер ма? Жоқ. Негізі менің атым Мерей болған, бірақ ол атты мен өзім қаламаймын. Сол себепті барлығы мен еу қыз деп шақырады. Неге өз атыңмен атағанымызды қаламайсың? Мен өзіме жаңа ат қоям, тек мына жерден шыққанда ғана. Ал Мерей деген ат, ол менің өткенімді есіме түсіреді. Ал жаңа ат, ол менің жаңа өмірімнің бастамалары болар еді. Жаңа бастама. Мен де өмірімде жаңа бастамалар болып, көзімнің жанары ашылса екен. Маған осы өмірді көру бұйырса екен. Біздің қолымыздан барлығы келеді. Бізді жаңа бастамалар күтіп тұр, біз барлығын жеңеміз. Қызаң жоспар жүзеге асады деп ойлайсың ба? Бізде басқа вариант жоқ. Егер бұл жоспар орындамаса, мен біреуін қашамын. Сендер неге жұмыс жасамай сөйлесіп отырсыңдар? Әлде жұмыс артық кетті ма?
Апай, біз істеп жатырмыз ғой таңда бері. Сен не, маған сөз қайтарайын дедің ба? Енді жұмыс жасамаған бір бөлек енді сөз қайтарайын дедің ба? Апай, сіздерге бұл жұмысты бізге берулеріңізге рұқсат жоқ. Сен әлі маған ақыл үйретіп тұрсың ба? Сен бір күн тамақсыз отырасың. Есің кірер, көрейік сол кезде ақылдыны. Я еще свобода, надоел. Біз қалалық волонтерлар ұжымынан едік. Танымай қалып саламатсыз ба? Біз ішке кіріп балдарды бір тексеріп шықсақ па дедік. Я, жүріңіздер. Бұл біздің ас бөлме. Түрлі тамақтар дайындалынады. Бірақ кішкене азық-түлік жеткіліксіз. Уайымдамаңыз, ол жағын көмектесетін боламыз. Ой, рахмет. Жүріңіз енді балалар бөлмесін көрсетейін. Кеттік. Міне бұл балдардың бөлмесі. Бұл қыздар бөлмесі ғой, Я. Әр күні тазаланатын адамдар бар. Келеді, Я. Өте керемет. Жүріңіз енді басқа бөлмелерді. Әрине кеттік. Осы уақытқа дейін қанша жыл болды жұмыс істеп жүргеніңізге? 3 жылдай болып қалды. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Балжан, айналайын-ау, сен неге бөлмеңнен шықтың? Қане, бар ғой бөлмеңе? Тез бар бөлмеңе. Қызыңыздың көзі көгеріп қалыпты ғой? Волейбол ойнаған ғой. Енді бала ғой ондай болып қалады. Әрине, біздің де балалық шағымызда көп нәрсе болды ғой. Енді сөздің ашығына келетін болсақ, мен сізге хабарласып айтқан көмегімді алып келдік. Бірақ ақшалай. Ақшалай? Ақшалай. Егер сізге заттай керек болатын болса, мен өз командама хабарласып айтатын боламын. 2-3 күнде сізге жеткізетін болады. Үлкен рахмет сіздерге. Сосын мен серке түсіріп алайын. Давайте. Серке түсіретін өшіріп ме? Ана жерде. Қыздар, біз бүкіл видеоларды бүгін жинауымыз қажет. Ұстап қалмаймыз ба? Ұсталмаймыз, керісінше біз оларды ұстаймыз. Сымбат, Балжан, охранниктің жанындағы камераны суретке түсіріп алыңдар. Жарайды. Бізге телефон мен флешка керек. Телефон? Телефонды қайдан табамыз? Мен білетін сияқтымын. Айжаннан алу керек. Ол бізге көмектесіп келіп жүрген еді ғой. Жарайды. Телефонды алдық. Енді видеоларды жинадық дейік. Енді оларды қалай полицияға жібереміз? Қалай болмасын арамыздан біреуіміз сыртқа шығуымыз қажет. Кім? Қалай? Мен шығамын. Амалын таптым. Сендер маған. Болды, өз жұмыстарыңа кірісіңдер. Бүкіл материалдар жинап болғаннан кейін бәріп Айнұрға тапсырамыз. Айжан, сен маған көмегің керек болып тұр. Көмектесемін, бірақ қалай? Мен сендер секілді көшеде жүргім келіп тұр. Мен саған қалай көмектесемін? Маған күртешеңді бере тұрсаң, сол кезде мені камерадан ешкім байқамайтын еді. Жарайды. Және тағы бір өтінішім. Қандай? Және соткаңды да бере тұршы. Телефон не үшін? Жай картаңды пайдаланайын деген ғой. Бұл қалада сендер секілді күнде жүрген жоқпын ғой. Бірінші рет қой, менде адасып қалсам қайтесің? Жарайды. Бірақтан 1 сағаттан кешікпей мен сен келгенге дейін бір жерде тығылып отыра тұрамын. Әкем іздеп қалуы мүмкін. Жарайды. 1 сағаттан кешікпеймін. Және картаны қалай пайдаланатынын айта аласың ба? Айнұр не істеп кетті екен, телефонды ала алдым екен. Қыздар, міне телефон. Бірақ абайлаңдар, тез болыңдар. Менде 1 сағат бар. Міне қыздар, бастаңдар. Қыздар, не болды, сұрадыңдар ма? Міне, осы телефонның ішінде барлық видеолар бар. Жарайды, мен кеттім, қыздар. Айнұр, тек абайла. Маған сендер. Қыздар, біздің директор мен тәрбиелеушіні полиция алып кетіп бара жатыр. Онда біздің планымыз жүзеге асқаны ма? Біздің қолымыздан келді. Қыздар, не болып жатыр? Қаракөз, қорқпа, бәрі жақсы. Сосын түсіндіріп беремін. Қыздар, жиналыңдар. Бізге жаңадан директор келіпті. Барлығымыз жинап жатыр. Жаңадан директор келді? Әйтеуір алдындағыдай болмаса болды ғой. Шынымен, сонда да барып көрейік. Келді ма? Тез қыздар, тез. Ал, барлығымыз жиналсақ, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер.
Таныстырып өтейін өз-өзімді, мен осы балалар үйінің жаңа директоры, есімім Елбек Ерлан. Ерлан ағай десеңдер болады. Танысқаныма қуаныштымын сендермен. Бірден сендермен жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Осы мәселе бойынша шақырған едім негізі. Осы балалар үйіне сендердің барлықтарыңа жететіндей жаңадан киімдер келді. Сосын қыздар толық емес сияқтымыз ғой. Олар сіздер келген жаңа киімді киіп қойды. Уже киіп жатыр ма? Иә, тамаша. Сосын қыздар, мен құжаттардың барлығын көріп шықтым. Арамызда Қарагөз деген қыз бар екен, иә? Иә, біз ол қызға көмектесе аламыз ба? Иә, әрине, Қарагөзге байланысты шетелден арнайы дәрігерлер шақырттық. Ол дәрігерлер елімізге келді, Қарагөз қазір тексеріп жатыр. Сондықтан Қарагөзге жазылып кетуге мүмкіндігі өте жоғары. Жақында арамызға оралады. Сосын қыздар, сендердің білім алуларыңа жаңадан кітаптар алдырттық. Одан бөлек интернетке жалғанған жаңа компьютерлермен қамтамасыз ететін болдық сендерді. Болса, қыздар, жаңалық. Енді бөлмелеріңе барып, киімдерін көріп, оқуларын оқи берсіңдер болады. Аты жұрты салташ. Сенің бүгіннен бастап есімің Мерей болады. Осы ат саған жарасады. Рахмет. Жарайды, бара ғой мене. Сау бол. Алло. Саламатсыз ба? Менің есімім Қарлығаш. Сіз Ерлансыз ғой, иә? Иә, мен Ерлан. Мен сізге хабарласып тұрған себебім, мен балалар үйінің бұрынғы тәрбиелершісі. Сіз таныдым, иә? Және де балдардан кешірім сұрайын деген едім. Иә, балдарға айтайын, иә. Сол жерде жұмыс жасап жатқан кезде балдарға көп қиыншылық көрсеттім. Сол үшін қазір қатты өкініп жатырмын. Онда сіз өз қателіктеріңізді түзеп барлық орнына келсе, мен сізге ұсынысым бар. Иә, әрине. Қайда келіңіз бұл жұмысқа? Мен сіз жұмыс қалайын қайтадан. Балдармен қайда жұмыс жасайық? Мен сізге тағы да хабарласам. Сау болыңыз. Сәлем супер көрермен. Егерде кино ұнаса, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Және киноның қай жері ұнады, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Және ең жақсы көретін достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Біз сіздермен келесі видеода кездесеміз. Сау, сәлемет болыңыздар.